Қайырлы күн, қалайсыздар? Я кішкене ораза айынан кейін ұйқы жағы дұрыс емес енді. Кішкене шығып тіршілік жасайық. Бүгін шаруалар өте көп, негізі тренировка бар, кездесу бар, жұмыстар бар. Сол қазір магазинге шығып. Походу осы ғой бізде қалада. Бүгінгі дала кәдімгідей көктем болып тұр ағайындар. Керемет футболкамен, шлепкамен осындайды алып алып, тамақ ішіп алып, тренировкаға барып, қалаға шығып, негізі ерте тұрған дұрыс. Ертеңнен бастап ерте тұрам деп сөз беріп қойын да. Район әдемі болып тұр, короче. Осылай ағайын. Мына терді көріп тұрған шығарсыздар, бұл еңбектің тері. Аллаға шүкір жүгіріп, бой үстеп, және де на тренер шақырып алғансың ғой. Шақырып алды. Нормально, бір ауыз сөзімді қалдырмай. Қарапайым болайық ағайындар, осылай. Бұндай тренерлер бағаланбайды негізі көбісі. Бұл кісінің сторисіне, инстаграмына кірсеңіздер, жан айқайы бар шынымен. Ата-аналар, бұндай қарапайым тренерлерға сеніңіздер. Инстаграм белгілеп кеттім, кіріп, жазылып, қолдау көрсетіп қойыңыздар, мотивация болсын. Осы жігітке Алла разы болсын. Давайте. Өте керемет бір съемкадан шықтым, ағайындар. Алла қаласа көретін боласыздар. Жақсы жаңалық деп айтсам да болады. Қызық енді. Біраз адамның сұрағына жауап беремін, короче. Осындай зданиядан шықтық. Енді қалаға барып шаруаларды бітірсек болады. Кеш, баршаларыңызға қалайсыздар? Біз кештетіп подругам екеуміз киноға келдік. И Москвада осындай нәрсе ашылыпты, короче, клубника в шоколаде. Осыны жегіміз келіп шыққан үйден. Стек алдымыздан шықты. Күшті бір киноға келдік, қазір көрсететін боламын. Так что түстім ана серияға. Окей. Бірақ сүйкімсіз екен.